апасы үлкен кісі дейді, бірақ дене болы, қолы, аяғы бәрі 2 жасар, 1,5 жасар бөпе. Терезеге қарасам әйел дейді, пойызбен жарысып келе жатыр. Кімдер, қайдан келді? Атымызды сұраған жоқ. кеткен жоқсыздар ма? Иә, сөйлескен де жоқ, келді де тек секіріп түсті де тас ілді де шығарды да жақсы байқап жүріңдер деді да. Мыналар кім болды деп жатсақ, нева жоқ. Қаяққа кетіп қалған білмейміз, нева. Естіп жатыр. Ана жерде еще неғып отыр. Бір кішкентай адамдар. Деп андай бар ғой. Жалпы өмірде көрінбейтін 3 ғана құбылыс бар. Олар біріншісі періштелер, екіншісі жын шайтандар, ал үшіншісі сенен қарызға алған адамдар. Сіздер өмірге қорықпа подкаст, бізде 3-ші шығарылым. Достар, бүгін бізде қорықпа подкасттың 3-ші шығарылымы. Бүгін бізде қонақта елімізге танымал ағаларымыз, әйгілі сатирик, театр және кино актері Бауыржан ағамыз келіп жатыр. Және де екінші қонағымыз бұл театр және кино актері Мәлік ағамыз. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мәлік Абдраманов, Бауыржан Орда. Бәке, бағанағы бұл кісілердің сөздері маған ұнағаны бар емес пе? 3 нәрсе көрінбейді деген кезде, біріншісі періште, екіншісі жын сайтан, үшіншісі не деп өзім ойлап тұрған тұғым. Точно айтты. Қарыз берген адам. Мен бір адамға қарыз берген біраз болып көрінбей кетті. Төртіншісі бар көрінбейтін. Ол не? Әйеліңе берген ақша. Көрінбейді, қанша берсең де көрінбейді. Жалпы ағалар, бізде подкасттың тақырыбы, темасы өмірде түсінбейтін жайттар, яғни тылсым оқиғалар. Қорқынышты ма? Сонда бізге жын сайтан бар ма, соған сенесіздер ме деп айтайын деп тұрсыздар ма? Дәл таптыңыз. Дәл таптым, иә. Бәке, жын шайтанға сенесіз деген нәрселерді. Мен осы жақында бір неге не қылдым? Жақында бір кісілермен бағанағы көріп кел, бағана жын шығаратындар, соңген барып солармен айналысатын, жалпы сондай адамдармен бір ортаға түсіп қалдым. Аяқ астынан бір. Мен айтайын дегенім бар емес па? Мынау бүткіл біздегі көп адамдар, астафыралла. Бағана дьяволу душу продал деген сөз бар ғой. Сол сияқты көбісі өзінің мынау жұмыс бабында карьерам жақсы жүрсін деп, және де осы өнерде менің өнерім өрлей берсін деп, оказывается, астафыралла, Құдай сақтасын, мен естімді, төбе шашым тұр, денем кәдімгі тауықтың денесінде болып кетті. Душу продал дейді ғой. Көбісі дейді. Ол бірақ айтпеді кім екен маған. Ол маған керек те жоқ кім екен. Бірақ мен таң қалдым. Мына мен айтамын да, ол адам Арнайы оқытыла ма сонда бар? Барып оқытылған кезде кәдімгідей бағанағы не береді екен, серт береді екен. Содан кейін барып онымен тек қана жын жұмыс жасайды екен. Бағана саған концертке адам керек па? Жын әкеп береді. Саған карьера керек па? Поклонниктер жоқ ма? Саған солардың бәрі жындар әкеп береді екен. Мен таң қалдым. Астафыралла, ойбай деп жағам ұстадым, Құдай сақтасын деп. Таң қалдым. Сол себептен мынау жын деген нәрсеге сенім. Жын деген нәрсе ол бағанағы ол бар нәрсе. Ол бар нәрсе. Мен енді Құдай сақтасын, астафыралла, таза жүрсең, сен аузыңнан калиманы тастамасаң, сен бағанағы үйің таза ұстасаң, жын жыбырлар. Бағана біз айтады ғой, бұрында қазақта бұрына келеді ғой, бір бөтен үйге кірдің ба, или өзің үйіңде біраз күн жауып кетіп есікті ашқан кезде, ассалаумағалейкум деп кірген кезде, жын сайтандар кәдімгідей қашады екен. Бағана туалетте әжетханада көп отырма, әжетханада көп сөйлеспе деген бар емес па? Бұны әжім бекер айтылмаған сөз. Сол себептен мен мысалы сендердің қойында тұрған сұрақтарды сондай нәрсемен тылсым күшпен кездесіп көрдіңіз, баста қалай оқиға өтті деп сұрайын деп тұрсыздар ғой. Мен соны айтып берейін сіздерге. Бір күні Талдықорған аш етінде бір неге бардық, бір тойға бардық. Сол тойдан келе жатып бағанағы журналист қызы болатын, сонымен тұрды да түнде соны сіңлісін ұзаттық. Сонымен ұзатудан кеткен кезде айттым, мен Алматыға жетуім керек, таң атқанша дедім. Жарайды деді да, сонымен тұрды, за рулем өзім отырайын дедім. Қыз бала енді өзі соны менің несіме алып барған. Сонымен машинамен келе жатқан кезде, сенесің ба? Машинамен келе жатырмын түнде. Талдықорғанның ар жағында бір істеп ештеңе жоқ. Бір кезде тұрған кезде, бүйтіп подиумға көтерілген кезде, бүйтіп төмен түскен кезде, ана қыз, артында қыз, арт жақта отырды, ол алдында отырған жоқ, арт жақта отырды. Мен демалып айтып бір кезде, деп айқайлады. Мен де көзім жұмып, деп айқайладым. Кәдімгі анау блок бар ғой, цемент блок. Тура асфальттың ортасында жатады. Мен біттім дедім, уже машина шашылады, біз неден ұшамыз деп ойладым, лавкадан. Бұдырт деп қағаз басқандай өтіп кеттік. Таң қалдым, анау не? Мен бір өзім көрсем, мақыл мен елестеп ойлаймын ғой. Бір өзім көрсем. Ана қыз бар емес пе? Артында қыз отырған бана қыз бала көрді, деп. Айтам, мен көрдім ба? Көрдім дейді. Мен де көрдім дейді.
сонымен келе жатқан кезде сенесің ба уже қалаға бір қалаға Талдықорғанға бір өтірік айтпай ақ қояйын, бір 20 километр қанда жатқан кезде қарасам кәдімгі ешқандай үсті қан жоқ асфальттың шетінде мына бабочка таққан аппақ көйлек киген қара костюм шалбар киген жігіт асфальттың шетінде жатыр. Мен жай өтіп барып тоқтама деп. Ана жерде бір үсті шам болады, бір қан болады, адам талып жатса, тіп тіке жатыр да. Бір как будто бір ловушка болды. Оны да көрдім ба деймін ғой. Маған может елесін естіп көрінген шығар. Ана қыз айтса, менде олай тоқтамашы деп, ойбай тоқтамашы бағана бір нәрсе елестетіп отыр деп. Мен сондай басымнан оқиға өткен. Мен сол үшін әлі уақытқа шейін мен үшін жұмбақ. Ол не? Бағана кәдімгі мынандай төрт бұрыштан нелерді асфальттарды бір жауып тастайды ғой, цемент қойып тастайды өтпеу үшін. Кәдімгі блок дәу мынандай, кәдімгі цемент. Өз көзіммен көрдім. Даже до того анау көрген кезде мына шетінде темір болады ғой, темір. Андай кранда екі шетінен ұстайды. Сол теміріне шейін көрдім ғой. Бірақ басқан кезде кордон басқанда бітті басып өтіп кеттім. Машина еш нәрсе қылмаған. Тоқтамадыңыздар ма сонда? Тоқтауға болмайды ана жерде. Ол да қорықты, мен де тоқтап көргім келді. Ойбай, тоқтамаш деді. Содан барып бағанағы енді біраз жүріп тастадық қой, енді бір 50 километр, 60 километр жүріп келген кезде бағанағы адамды көреміз ғой. Мен жай жүріп бүйтіп қарадым. Мен қарадым еще ана жатыр. Бабочкасы ешқандай қан жоқ. Бана бір симпатичный бала сөздің ішіне керек. Бір үсті шам болса, ештеңе болмаған. Асфальтта жатыр. Кәдімгідей анау тоқтамаш, ойбай, сондай нәрсе басыма өткен бәке. Бәке, сіздің басыңыздан не өтті? Осындай нәрсе болды ма? Жаңа Мәкең айтып отқан жындар жұмыс істейтін болса, концерттің алдында билет өткізуге бір 2-3 жынмен достасып алып. Жоқ, ол ойнайтын нәрсе емес, ертең күні бар емес па? Ертең күні зардап страшно екен. Былай ғой, сенгенде пендеміз ғой, кейде көріп тұрған нәрсеге сенбейсің. Кейде бір болмайтын бір есігін әңгімеге сеніп қаласың. Менің де басымнан сондай жағдайлар өтті. Соның өзінде кейде бір сенесің де, кейде ойлаймын, жын ба, шайтан ба, мүмкін көз алдыма елестеді ме дейсің ғой. Пендешілік бірде сенгендей, бірде сенбегендей боламыз, бірақ бір аса бір біз білмейтін үлкен бір тылсым күштің, құдіреттің бар екені рас қой. Көзге тегіннен тегін көрінбейді ғой. Мен 2003 екен, 2002 екен тойдан келе жатырмыз Ақтөбеде. Газельмен келе жатырмыз. Қыстың күні Шалқардан шықтық. Машинаның ішінде шофер бар, екі жаңа әнші жігіт бар, бір музыкант бар, мен бармын, полный аппаратурамыз бар газельмен. Шалқардан шығып Ақтөбеге келе жатқан кезде күн борайды, қысты күн, адасамыз. Сөйтіп адасып, біраз бір 100 километр дейме, 90 километр дейме адасып кетіп. В общем, таң ата, өзі тойдан таң ата шыққанбыз ғой, 2-де шыққанбыз ғой. Бір 2 сағаттан кейін өзі таң бозарып атады. Сөйтіп әйтеуір табамыз жолды. Жолды тауып асфальтқа шығамыз да. Асфальтпен жүріп жатқан кезде күн енді таң атып келеді, бозарып. Бір уақытта газель таяды да, жолдан ұшады да, қарға кіреді да, қадалады ғой. Ақтөбе жақтың қарын білесіз ғой. Манадан. Секіріп түсіп газельді әрі итереміз, бері итереміз, әліміз келмейді жаңа. Связь жоқ. Ай дала. Ана жерден бір машина өтеді дейін десең, өзіміз адасып әрең шықтық сол жолға. Ол жерден мүмкін емес енді көмек келу, мүмкін емес. Бір-бірімізге қарап түнеріп кеткенбіз, түріміз жаман болды. Ең істеймін. Ой деген жүйрік қой кетіп жатыр. Суық, аяз. Үсіп өлеміз ба, ё-майо, бір болады осындай жағдайлар. Газельде біраз адам қырылып қалады. Айтады шығар, музыкант тамадылар түсіп қалыпты деген ойда кетіп жатыр, бала шаға бүйтіп жатыр. Сөйтіп не істейміз деп тұрғанда білмейсің ғой. Қайдан шыққан белгісіз, жолда жоқ қандай жерде. Орғытып ақ Нива шығады ғой. Дөңгелектен мынандай ақ Нива шығады да, ішінен 4 жігіт секіріп түседі ғой. Үстеріне аппақ анандай қарда өрмелейтін аңшылар маскировочный бар ғой, маскировочный насхалат дейді ғой, аппақ болып киініп алған 4 жігіт секіріп түседі. Охотада жүрген жігіттер ма, әлде бізге бір жаратқанға жіберген періштелер ма білмейсің. Секіріп түсті да, не болды, тайып кеттіңдер ма жолдан деді да, тросты жалғады да, Нивамен бүйтіп газельдің алдын бұрды да, өздері бүйтіп арт жағынан итеріп ана жерде біраз адам болып қалды қана 4 жігіт қосылғаннан кейін. Өзіміз 5 адамбыз. Сөйтіп ана газельді шығарып,
давай абайлап жүріңдер деп. Кімдер, қайдан келді, атыңызды сұрап сұраған жоқ. кеткен жоқсыздар ма? Иә, сөйлескен де жоқ, келді де тек секіріп түсті де тас ілді де шығарды да жақсылап байқап жүріңдер деді да. Мыналар кім болды ма деп жатсақ, Нива жоқ қой. Уже. Тағы қай жаққа кетіп қалғанын білмейміз Ниваны. Жоқ болып кетті, бір жол жоқ, бір түтін етіп баратқан жоқ. Өзінен өзі пайда болды, ақ Нива. Өзінен өзі жоқ. Ғайып сол. Бір-бірімізге қараппыз. Мына кімді сөйлесіп те үлгермедік қой, даже амандасып қалайсыңдар деді де резко кірісті де. Машинаға мініп шопырға айтамыз, енді жай жүрші, таңқытайып кетеді. Жоқ, қалаға дейін үндемей келдік. Сол мысалы нәрсе маған әлі күнге дейін жұмбақ. Ана жерден попутка машина жүруі, GPS деу, связь, телефон жоқ кез мына сол кезде. Өзінен өзі пайда болды да, бізді жолға шығарып берді екен. Мен бір оқиға бар да, мен ағам туысқан ағам ғой енді. Олар Арыста тұрады. Арыс пен Шымкенттің ортасы 100 километр. Арыс пен Шымкенттің ортасы 100 километр. Соның ортасында біздің ауыл бар. Мына жақтан Арыстан 20 километр, мына жақтан 25-30 километр. Мынағы бір сол Шымкентке орта жағында тұрамыз, біздің ауыл, менің ауылым. Содан бір кезде ол ағамыздың енді ақшасы бар адам кешке таман Арыстан шығып Шымкентке барып андай ресторанға отырып тамақ ішіп келеді да. Ақшасы бар да енді қытандай. Ерінбей 100 километр жүріп қалды. Иә, ерінбей барады да, барып ішіп. Ауқатты адам ғой. Иә, сол бүйтеді ғой. Ымырт деген нәрсе бар да. Ымыртта жын шайтандар как раз көбейеді. Ымыртта Шамның кезі ғой. Иә, шам ғой, шамның кезі. Жын шайтандар ажиотаж болып жатады. Сондай болып отқан кез екен. Біздің ауылдан өткен кезде бір әйел ымырт дейді уже. Бала ұстап тұр екен. Сол ана кісі тоқтаған қасында. Бір өзгер жатыр екен. Ана кім бір өзге атқан ғой зөрлем ағамыз. Сөйтті да тоқтағаннан кейін келесі ауылда айтты да, осы бірлікке апарып тастайсыз ба, біздің ауылдан кейін бірлік деген ауыл бар. Жолда иә сол. Сол жол ғой, по пути ғой. Отырыңыз деп, сонымен әйел бана баласын ұстап отырыпты. Бана машина артында. Сол ауылға жете берген кезде могилада мола. Бана мола дейді ғой бізде, сіздерде зират дейді. Иә, бізде солай айтады. Бейіт дейді. Сол жерде жеткен ауылға жетпей сол зираттың қасына, бейіттің қасына келіп, ана әйел айтқан ғой, тоқташы, мен шөлен түсіп қаламын деп. Сонымен үйіне алыс, ауылға жақындап қалдық қой, жүріңіз. Жоқ, мен тоқташы деп. Сонымен тұрыпты да, жарайды деп тоқтағаннан кейін ана кісі ақша берді. Бана әйел ана кісіге. Жоқ ой, ақшаң керек жоқ. Баламмен тұрғаннан кейін алып кеттім. Депті да, онда Алла жақсылық берсін деп, анау енді жақсы сөзін айтып, мәшеден түскен кезде, адам түскен кезде біз бәріңіз мәшеде жүрсіз ғой, мына зерғадан көресің ғой. Түскен кезде әйел жоқ қой. Жоқ болып кеткен баласымен. Мәшемен бүйтіп, ымырт қой, қараңғы болып қалған. Мәшемен бұлай, бұрады, жоқ, вообще. Жоқ. Мәшемен ерінбей, бұлай бұрып, светін жағып. Сол Шымкентке барғанша денем тауықтың денесіне болып барды дейді ғой. Содан не керек? Ана кісінің бизнесі шынына жетеді ғой. Сонда біз оның кім екенін білмейміз да. Мысалы ол бір сынақ сияқты болды. Жоқ, бір бүйтіп қарасаң бұрында бізді ол қыдырма деп ойлайсың. Бүйтіп қарасаң, анау біздерде қазір андай не қылып жүр ғой. Сіз маған пирожка әпересіз ба деп әперсең, сен анау не болып отыр ғой андай. 50 мың беремін. Иә. Сонымен пирожка әперсе ақша беріп отыр ғой. Может сол Алланың жіберген сондай бір несі ма деп ойлаймын да бір. Мына бүйтіп кейде біреулердің бүйтіп ренжіп қойса, ойбай, бұны Алла Тағала мен де ойланып қаламын осы. Біреуге бір андай үй деп кейде біреуге андай алдыңнан шығып қалып неғылған кезде үй деп былай өткізіп жіберші деп тұрсам, может оған бекер істедім ба, Алла Тағала маған осыны кездестірді ма? Бұны Мәліктің қарапайымдылығын көрейік. Мәліктің осы ситуацияда қалай имандылығын көрейік. Мынада, может, мынау неше түрлі бағанағы діндар кісілеріміз бағана Меккеге барған ғой. Бағана айтпам бір кісілермен кездесіп, солардың әңгімесінде Меккеге барған кезде дейді да, Меккеде таңда валюта ауыстыратын жер жабық дейді. Сөйтіп бұрын немере маған да осы сол Меккенің ақшасын ата Меккеге барғанда өзіңіз деп немерем берген дейді. Сонымен барып енді бағана қабаға кетіп бартқан кезде ол жерде бәрі қайыр сұрайды екен. Сол кезде бір кішкентай адам дейді,
анау ол басы не дейді андай үлкен кісі дейді, бірақ дене болу, қолы, аяғы бәрі кішкентай ғана бір 2 жасар, 1,5 жасар бөпе дейді. Сол кезде анау бәрі ана жерде қайыр сұрайтындар көп екен, жерде қайыр сұрайтындар көп екен, мен бармағанмын ғой, бірақ жалпы қайыр сұрайтындар көп екен да, бірақ анау дейді да сондай бір нежный. Сонымен ананы көріп қалдым да соған беріп едім дейді. И қолыңды бүйтіп сипат дейді да, анау кәдімгідей бір ризашылығын біліп сипат дейді да. И ақшаны алып бұрылықтандай мақтанып мен ақша алдым деп. И біраздан кейін барып жоқ болып кетті дейді. Мысалы, ол не? Ол періште ма? мүмкін. Может быть, қарасаң да бүйтіп қарасаң. Бағанағыдай зат дейсіз ғой тоже да. Сол сияқты мынау айтамыз ғой, сенуге бола ма, тылсым көзімге көрінбейтін сол тылсым бар. Бағана 3 нәрсе, біреу періште, біреу жын деп асылыр, олардың бар. Мен бала кезімде мама айтатын тұғым, мен Арыстың бойында өстім. Арыстың бойында тоғайлар көп, жыңғылдардың арасында, жиделердің арасында. Мен көлеңкеде, бізде Шымкентте ыстық қой, ана жердің бары сыз болады, сол сызға есекпен үстіне жапқан көрпешені жайып жіберемін да, ұйықтайтынмын. Сол кезде мама айтатын, ұйықтама, ұяқта жын сайтандар көп, бала, ыза жерде, сулы жерде жын сайтан көп болады деп. Мама айтатын, ұйықтама балам, ұйқың келсе де ұйықтама, үйге келіп ұйықта деп. Қаяқтан түнімен қаңғып келіп, бір ұйықтадым уже малдардың бәрі күністік болған екен, судың жағасына келеді, олар жата қалады. Мен де көрпешені жай жібердім, ұйқыны беріп отырмын. Бір кезде адам басылады деді ғой. Біреу бүйтіп естіп жатырмын. Ана жерде еще неғып жатыр. Бір кішкентай адамдар деп андай бар ғой, жүгіріп жүріп үстімнен бар ғой секіріп, бірақ көзім ашылмайды, тұра алмаймын. Біреу басып жатқан сияқты. Басып жатыр, басылып қалды деп айтамын, бірақ естідім. Ана бар ғой, дауыс кішкентай болды. Еще олар бір несіне жүрістеріне үстіне өткен кезде олар көп, бір 2-3 емес, бір көп бар онда. Жүгіріп жүр, осымен бүйтіп өзімді қинап тұрдым да, бісміллә деп ана тілімді калима келтіріп едім, там не болып, сол мама айтамын, мама айтады, балам, ондай да көп адам жын болып кеткен дейді. Құдай қайда сені сақтады. Сол сияқты ұйықтама, судың жағасында андай ұйықтама, андай жын бұлар ыза жерде көп болады екен, сулы жерде көп болады деп. Олар бірақ қайдан білетінін білмеймін енді, сол үлкен кісілер білетін шығар енді, бірақ енді көрмеген ғой, бірақ олардың да әкесі мен шешесі айтқан. Баяғыдан келе жатқан жаңағыдай нәрсе болып тұр ғой, бекер болмай тұр ғой. Осындай оқиғалар. Жаңағы ырым тыюы деген бекер емес деген сол. Бекер емес деген. Халықтың тәжірибесінен шыққан заттар ғой былайша айтқанда. Бір машинист ағамның айтқан әңгімесін айтып берейін. Сол темір жолды оқып бітіріп келеді да, машинистке оқиды да, машинистіге жаңағы тепловоз айдайтын ғой. Сөйтіп жұмысқа кіреді. Жұмысқа кіргеннен кейін жаңа бірінші стажер болып шығады ғой. 2 опытный машинист болады. Анау келіп пока отырып қасында үйренеді жаңағы стажер болып. Соны 1-2 күн, бірінші күн дейді, сөйтіп шықтым дейді. Ана машинисттер әбден опытный дейді да. Бүйтіп қалғып мүлгіп ағып отырып, аға қазір анау бірдеңе ғой десең, әлі оған қазір 10 минут бар әлі деп бүйтіп отырып, бір ашып қойып, поезден рөлін айдамайсың ғой, өз жүреді диспетчер. Несін бәрін келіп отырады, определенный скоростарды қойып, қорқып отырамын дейді жаңағы біріншісінде. Кәдімгідей спокойно олардың әбден екі ортаға жүріп үйреніп қалған ғой, екеуі алма кезек қарап сөйтіп отырады дейді. Соны бүйтіп отырдым дейді, анау поездың дауысы дейді. Терезеге қарасам әйел дейді, поездбен жарысып келе жатыр. Аппақ киіп алған әйел терезеге қараймын дейді, поездбен жарысып келе жатыр. Ұйықтап кеттім ба, не болды деп қайтадан бүйтемін дейді, қараймын дейді. Жоқ болып кетеді. Мына жаққа қарасам, мына аяғымнан шығып келе жатыр дейді. Поездбен жарысып келе жатыр дейді. Поездың енді 60-пен жүреді ғой. И айқайлап маған бірдеңе айтып келеді дейді. Ана тепловоздың дауысы деген іште деген болған тұр, арылдап тұрады. Естімеймін дейді, бірақ кәдімгідей арлы бері қайтадан бісмілләмді айтып, не қыламын, қараймын, қайтадан дейді. Соны болмағаннан кейін қасымдағыларға айттым дейді, братан, қарашы, терезеден көріп қоятсың ба деп. Машинист қарағанда жоқ дейді. Че там, әйел ма деп айтты дейді. Сосын, я дедім дейді. Жүреді ол осы жерде. Осыдан 2 жыл бұрын осы жерде соның баласын кішкентай бала қойып алып жүріп, рельске ұйықтап қала ма, сосын пойыз басып кетеді екен баланы. Шешесі одан бұрын қайтыс болған. Шешесінің аруағы ана жерде постоянно баламды басып кетпей деп пойызға еріп жүр. Содан дейді, артынан сол
үйрендім дейді кәдімгідей. Ана көремін дейді. Қарап қоямын, спокойно отыра беретін. каждый раз болады Иә, постоянно. Соның артынан барып жоғалып кетті. оған да жүрек керек қой да қарауының өзіне де. Ана машинистер білет дейді сонда. Не ол, әйел ма? Ол жүреді осы жерде. Жаркентте кино түсірдік. Сол Жаркентте кино түсіріп 2 ай не қылдық, бірақ енді мен Алматыға көп кетіп келіп тұрады, мен тойым бар, нем бар. Маған бір такси жалдап береді постоянно, сол продюсерлер, режиссерлер. қандай киноға Шекара шебіне деген. Иә, сонда бағана. Сол кезде таксиде енді маған бір салон жалдап береді, сонымен әңгімелесіп барамын. Соны айтамын да, осы Талдықорған мен осы Жаркент пен осы Алматының ортасында бір тұяқты қыз деп айтады, рас па деймін да. Бірақ оны Иә, барған мен де естігем, сол барған кезде. Иә, сол рас па деймін да. Бірақ мен өзім көрген жоқпын, бірақ өзімнің басымнан оқиғаны айтып берейін дейді. Қандай оқиға десем, мына тура неде Төле би Момышұлда мен таксовать етіп келемін да, сөйтіп кейде қаланың ішінде Талдықорған менен ортадан таксовать етемін, кейде қаланың ішінде таксовать етіп аламын дейді да. Төле би Момышұлында бір әп-әдемі әппақ киген қыз қол көтерді дейді. Соны қолға отырды, сол қайда деп айтты дейсіз? Шаңырақ деп айтты дейді. Шаңырақты. Сонымен бар, мен бойдақпын дейді. Соны ана қызға сөйлесіп анамын әп-әдемі, сондай бір сұлу қыз дейді. Сөйтті де маған енді телефон берші, ол кезде городской телефон тастап кетеді. Сол городской телефон тастап неғылған ғой, тастап кеткен ғой. Ана жігіт енді 2-3 күн өтіп кеткеннен тағы да Талдықорғаннан кейін қолы босқаннан кейін ана қызға звондайын деп сөйтті де звондап городской, сөйтсем мамасы көтеріпті. Пәленше бар ма десем, жоқ, пәленше жоқ. Сен кімсің депті. Осындай өстіп таныстым. Балам кеш бір әңгімелесейік деп. Сөйтті де келіп мамасымен ана кісі кездесті. Алматыда Шаңыраққа үйіне барған қыздың үйіне. Қызым осыдан 3 жыл бұрын қайтыс болып кеткен депті. Тура сол Момышұлы Төле биде машинаға қағып кеткен депті. Содан бұл емес, бұл оқиға бір емес, екі емес, маған біраз адамдар звондады. Балам сондай болды. Жан тыныш таппай жүрді. Жаны қыдырып. Қарасай. Кәдімгідей көрдім дейді, кәдімгідей отырды, әп-әдемі қыз дейді, әңгімелесіп, әппақ киініп алған сондай бір сүйкімді қыз дейді. номеріне шейін кәдімгі Жоқ, бағана айтты ғой, городской номер беріп кеткен, үйіне звондағанда мамасы көтеріп тұр ғой соны. Сонда айтады да мен, мынадан кейін ойбай дедім. Жаны қыдырып. Жалпы жаңа жан туралы әңгіме айтып кеттіңіз. Адам өмірден өткеннен кейін белгілі бір бөлмеде терезе, яғни айналарды қараңғылап жауып тастайды матамен мысалға. Алып себебі не үшін өткенде осындай әңгіме өтті балаларымыз арасында. неден деп ойлайсыздар? Әркім әртүрлі әңгіме. Халық арасында сондай ырым бар екен. Бірақ енді бағана телевизордың бетін, айналардың бетін жауып тастайды, бірақ не үшін екенін бірақ білмеппін, мен зерттеп көрмеппін. Құдай сақтасын, астағфиралла. Құбылыс может айнаның ар жағында деген қалай. Жалпы айнаның өзі былай қарағанда бір әйнек сияқты ғой, қарайсың аты. Айнаның өзінің құпиясы көпті. Айна зерттелмеген нәрсе. Оны тек жаңа күміс сияқты красканы әйнекке жақты да, мына өзіңнің отражениең дейді ғой, жаңа неңді ғана көру үшін ғана пайдаланды да. Ал оның сөйте тұра тек бетіңді ғана көрсету емес, басқа да оның қандай қасиеттері бар екенін мысалы көп адам білмейді ғой. Мен бір әңгіме неге жауып қоятынын білмеймін. Мен жақында осы 2 айдың көлемінде болды, әкем дүниеден өтті. Сол кезде барған кезде де терезе, шифонердің терезелерін бәрін жаңағы простинамен айнаның бәрін жауып қойғаннан кейін бір әпкемнің несі ғой, құрбысы ғой, подружкасы. Сол үйіне бүйтіп қол жуатын бөлмеге кіреді ғой даладан. Даладан кіріп, ауылдық жерде умывальник тұрады, кірген кезде қол жуасы, мына айнаға қарайды да шашын ит жіберетін. Әдетке айналып кеткен да. Тек үйге кіреді да қолын жуып, үйден келіп қолын жуса да айнаға бір қарайды, сырттан келсе де өтіп бара жатқанда айнаға бір қарайды да бүйтетін бір әдетте. Соны мамасы айтқан екен кішкентайында, түнге қарай айнаға қарауға болмайды. Түнге қарай қарауға болмайды. Қараңғыда айнаға қарама дейді. Соны мен былай білем ғой дейді айтатын. Сонымен түннің ішінде жас қыз вечерден келе жатады да, түннің ішінде ешкімді оятып алмайын деп үйге мысықша басып кіріп, бәрі ұйықтап отыр. Кіреді да автоматически айнаға қарап, жаңағы өзінің әдетін істемекші болып. Бүйтіп автоматически айнаға қарап бүйте бергенде шақ етіп бір жақтан ұрады. Білмейді да бұл. Енді адам болмағанын түсінікті ол жерде. Бұны күтіп тұрған папасы жоқ, шапалақ берейін деп яғын.
мамасы жоқ, жаңағы түнде қаңғып келдің дейтін адам жоқ. Шыңғырып жібереді да бақырып жүгіріп барып свет жағады, ешкім жоқ. Бүйтіп айнадан қараса, мына жерінде ол кісі неше жылдан кейін ба, мына әлі бір 5 саусақтың ізі осы бетінде. Бүйтіп жақындап қарасам бір қал сияқты болды. Мына жағы менен мойнының арасынан манадан тиген. Жаңа мен осындай із қалып қойған. Қалып қойған ба? Мен ойлаймын да айнаға қарамадың түнде ұйқың тұрсаң. Түнде айнаға қарама дейді ғой. Шапалақ айнаға түнде қараса шапалақ. Жоқ, мен ойлаймын да өзің түнде ұйқыдан тұрған кезде шашың ұйпа өзіңнен қорқып кетпесін деп айтамын деп ойлаймын ғой. Деп өзіне анау бір оқиға болды да, мен өзімнің көкем ғой, ағам ғой, туған ағам 65-ші жылғы. Сол кісі айтады көбінесе біз бәріміз ауылда далада жатамыз ғой. Сол далада жатқан кезде біз су пісетін, бізде колонка болды андай, бізде колонка су піседі. Сіздерде анау скважина дейді, качалка дейді. Бізге 2,5 метрден су шығады бізде. Тұрман қағып тастайды да, сондай андай. Иә, білеміз. Бізде су піседі. Бар біз. Иә, су далада жатқан кезде түнде дейді, бана кішкентай адамдар келеді дейді да, сол су пісіп ойнайды дейді. Бана мен тек көріп жатамын дейді сол ағама. Содан кейін барып, ол бізден 4 ұлдан кейін барып, 4 қыздан кейін ұл босанды да, мамам. Сол үлкен ағам ғой. Соған енді ұлдың үлкенінде болған құрмет жасап, біз бір бөлме болған, ешкім кірмейді бөлме жасап. Сол бір бөлмеде жатады ол кісі. Сол кісі айтады ғой. Бағанағы таңға жоқ қарасам, біреу қасында теріс қарап отырады дейді. Сол кісі ақыр молда болды ғой, не болды ғой, тәуіп болды ғой, адамға түкіретін. Сөйтіп көзіне көрініп, мен әруақтар көрінген шығар, білмеймін енді. Ол кісі ауырды, үйтті, жазылды, үйтті, сонымен бір күні ол көкемде қызық қой маған сон дейді. Мәлік сиыр туды дейді да маған. Иә, сиыр туса жақсы болды дедім да. Ренжіп қалды маған. Енді анау айттым да, көке сиыр туды дегенде бір жеңгең туды дегенде қылып айттыңыз ғой дедім да. Сөйтсем ол кісі бүйтіп айтқысы келген екен. Мәлік сиыр туды, сиырдың оң жағында Аллах, сол жағында Мұхаммед деген жазу бар деп айтқысы келген екен. Сиыр туды деген кезде мен алып кеткен ғой. Сіз сразу қайтарып тастадыңыз. Не сиыр туды, жеңгем туды дегенде сүйін сұрадыңыз ғой деп. Ренжіп телефон қойып қойды. Соны айтқысы келген екен да. Асықпай мен деген сразу неғам. Мен қазір сол кісі қазір бағанағы бала түкіреді, сондай адамдар тазалайды. Сөйтіп ақыр әруақ сол не қылды. Кішкентай кезінен көріп бастаған, сонда арқасы бар деп деді ғой. Арқасы бар деді. Сол кісі қазір бала емдейді. Үлкен кісілер бағанағы ішкен жегі, ішпегендер адамның қасында отырмайды, андай қысады. Сондай өз. Бір әңгіме айтпайыншы мәке. Есіме түсіп кетті де, ұмытып қаламын. Шал адам, ауру адам. Бір жігіттің айтқаны, мен ол жерде болғаным жоқ, бірақ өзінің айтып бергені. Мен енді өзі айтып, мен соны түсінбеймін дейді да. Атымды өзгертіп айтайын, Айдос дей салайын, Айдос дейтін бір адам. Жоқ, Серік десең күшті кетеді. Жоқ, адам басталады, мен Айдос деп өзгертіп отырмын. Енді кішкене андай неде жүрген жігіт. 90-шы жылдары. Бұзықтау болған. Бұзықтау болған, көшеде жүріп болған жігіт. Солар Алматымен ортасы бір 100 километр жерде, бір жерге ауылға кетіп барады. Арасы 100 километр дейді да. И бір жігіт Шаха деген машина болды ғой кезінде. Шоха, яғни. Жигули. Шоха ма? Шоха дейді ғой. Шестерка ғой. Оған енді кезінде көп адамның қолы жетпеді. Соны бандиттердің де бандиті, мықтылары міне деді. Соның ішінде тоже кілең спортсмен жігіт. Біреуі кикбоксер, біреуі екеуі борец, біреуі тажы бірдеңе боксер ма, сондай бірдеңе. В общем, духовистей жігіттер. Ол кезде жаспыз дейді. Ол кісілерді 50 асып кетті ғой. Біреу бала арасында жаңағыдай машина алады, шестерка. Соны жуғамыз дейді, короче. Соның ауылына баратым 100 километр жерге. Алматыдан шығады. Ішіп алғанымыз бар дейді. Пиваны ұрып қоядық дейді. Кілең духовистей жігіттер әңгіме айтып қоядық. Анау, кім, анау ма, менен сәлем айт, мен оны бүйткем, мен сөйткем. Ішіп алғаннан кейін сондай әңгіме, мен оны бір шабалағым, бер жібергем, анау бір тағашым, оны бәрі ұйықтатып тастаған, мен аны бүйтіп бір арамыз дейді, бәрімізден мықты жоқ, біріміз асқан мықты жаңа. Артта 3 жігіт, алдыда біреу, шофермен 5-еуіміз машинаға жемей келдіміз дейді жаңа. Мен рөлдемін дейді. Бірақ машина ана жіктік дейді, алған жігіт. Сол ауылға барады. Братан ішпейді. Қалғандар ішкен.
соны бүйтіп жаңағыдай қылып әңгіме айтып барады дейді. Ол үрейлеп алдым, бүйтіп ішкен жоқпын дейді айтпақшы. Содан бір уақытта әңгіме бәрі аныңа тоқташы бұл жерге бәрі сындырайық дейді ғой. Иә. Соны тоқтайды, жолдың жиегіне тоқтайды. Бесеуі түседі да. Жол сөзі жоқ, жолдың жиегіне шығып, бесеуі де жаңағыдай бүйтіп шаптырып жұмыс істеп тұрады ғой. Сөйтіп тұрады да, айдала тас қараңғы. Иә. Ол жерде ауыл жоқ дейді жақын маңайда. Қой бағып жүрейді десең, түннің ішінде ол жерде ешкім қой бақпайды ғой. Жылқы тауда мысалы. Тас қараңғы түнек жолда бұл дейсің, прожектор ештеңе жоқ. Сөйтіп тұрады да, біреу тұрады да әшейін. Ей деп айқайлайды осылай. Ей. Просто ей десе. Бір құлай ағына дейді, бір 3-4 метр жерде не дейді де біреу ше. Бағанағы 5 уқасты жігіт бірімізді тартқылап машинаға қарай жүгіріп жатқан кез. Таттaba біреу ше алдыңғы есікке жете алмаған ғой, төртеуі де артқа мінген, есік жапқан. Мен тек рөлге отырдым дейді, скорость салып басып келе жатырмыз дейді. Жаңағыдай бір-бірімізге не болды жаңағы? Кім болды білмеймін. Тоқташы, қайттан борамыз. Қой керегі жоқ, бармай қой керегі жоқ. Бір түрлі болып бәріміздің дейді, бағанадан бері машинаға сыймай келе жатқан жігіттер дейді. Бір ауыз сөзден дейді, ана жерде тұрып, өйтіп шіреніп тұрып, ей деген тастай қылып жоғып берді дейді. Кәдімгідей жап-жақын жерден дейді. Не деді дейді. Деген кезде енді дадабашы бірін-бірін тартқылап жатырмыз дейді ғой, машинаға жете алмай. Ал соны айтады, қандай тылсым күш дейді. Күндіз талай өттік, ол жерде жақын маңайда ауыл жоқ дейді. Қой бағып жүреді, біреу жүреді. Адам дер. Бұл не қылып жүр? Нағып жүр. Айтқан әңгімелеріне істеген бар. Де мысалы, иә? Сұмдық қой мысалы. Сөйтіп, енді бір-бірімізге қарауға бет жоқ дейді. Бағана менде айтқан спортсмен. Бәрінің духы жоқ, машинада отырып үн-түнсіз келдік дейді. Вообще төбелес туралы айтпай келген ба? Иә, үйге келгенге дейін үндемей келдік. Өздерің сенесіңдер ме тылсым күшке? Сенеміз, иә. Өздерің бастарынан 22-ге келсеңдер, бастарынан өткен жоқ қана нәрсе? Бастан осы август айында 2024 жылдың қасымда Ерік деген досым бар. Қазір осы консерваторияда оқиды. 4-ші курс студенті, шертер мамандығында. Тойға шығатынымыз бар Атырауда. Ерік екеуміз тойға барамыз. Тойдан шығамыз машинамен. Біздің ауыл мен Атыраудың арасы 70 км, 80-70 км кетеді. Сөйтіп екі ортада машинаның ішінде екеуміз өлең тыңдап келдік. Сөйтіп келе жатып, Жалғансай деген ауылдар бар, Сарайшы, Жалғансай, Бейбарыс деген ауылдар бар жолда. Сөйтіп екеуміз жолда келе жатырмыз. Музыка тыңдап келдік. Ерік машина айдап кетеді да, әңгіме айтты. Ешкімге ештеңе айтпайды. Музыканың дауысын барына шығарып еді, полный. Сөйтіп машина дейтін 200-ге скоростьпен кетеді, ал тапайды. Сұрап атын, азайтып атын музыканы, қолымнан қағып жібереді ғой. Ештеңе демей ма? Ештеңе айтпайды вообще. Не болды, не жағдай болды, неге өйтіп жатсың, Жайлауайда шайқалатын. Жайлауайда ол ештеңе айтпайды, тапайды тек тіке тұрғады, рөлді ұстап осылай. Сөйтіп ауылға кіреміз. Ауылға кірдік, біздің үйдің қақпасының алдына келдік. Келгеннен кейін сұраймын, не болды деп. Сұрамай-ақ қой дейді, не болғанын. Сол сұрамай-ақ қой дейді, ақыры сол сұрасам да сен үйге қонып қалайын. Жарайды, мен үйге қонып қаласың, не болды? Сұрасам, жаңағы Жалғансай дейтін ауылдың тұсында бір ұзын кісі дейді. Ұзын кісі тізесімен құшақтап, үстінде киім жоқ, тізесімен құшақтап осылай отыр түннің ішінде. Тойдан қайтқан уақытта осындай отыр. Сол әңгімені естіп, саған айтсам сен одан сайын қорқасың, мен одан сайын қорқамын, екеуміз бірдеңе болып қалуы мүмкін деген сияқты әңгімелер. Көрінген болса сонда жаңағы жерде көзге көрінген екен. Жалпы сол жолдың бойында жаңа сіздер айтып отқан әңгімелерден отыр деймін сөйтіп. Сондай адам отыр екен. Түннің ішінде. Кейде бар, жолда кетіп жатқан кезде ит деп қаласың ғой, адам не анау? Немене? Қой, құрсын не болса болсын деп қарамайсың ғой. Кейде бір бүйтіп жатқан кезде мына көзің шетімен көріп қаласың кәдімгідей бір. Крайм глаз. Байқадың ба деп ұят жоқ деп тұрған сияқты. Сен кездеспедің бе? Менде просто уже болып тұрса, ондай оқиғалардың бәрін уже өткен выпустарда айтып тастадық та. Жалпы достар жаңа айтқан әңгіме болмаса, бастырылып қалу дегендей. Жа, бастырылып қалу туралы әңгімеге мен бірдеңе айтайыншы, қысқа. Енді қорқатындай нәрсе емес. Көрген адам қорқатын шығар енді, былай айтқанға күлкілі. Бір актер бар. Атын айтпаймын, ренжиді. Бір актер бар, бір театрда жұмыс істейді. Өзі әзілкеш. Сол лунатик. Айгезбе ма? Иә.
ай кезбе деп айтамын андай. Түннің ішінде телевизор өшіп болады ғой, программа 12-де тың деп бітіп қалып деп жырлап тұрады ғой, соны көріп отырады. Көзі былай жұмулы болғанменен бірдеңелер істеп жүреді жаңағы, солай кезбе. Сол бір күні көршінің үйіне құда түсіп келіпті да, көршінің үйіне құдалар келген. Сөйтіп өзі бір бөлмелі үйде тұрады, екі бөлмелі үйде тұрады. Сол үйіне кірсе, мықты жаңағы мамасы, әйел баласы, ағасы бәрі бір бөлмеде жатыр екен да. Залға құдаларға төсек салып қойдық, солармен бірге жат деп. Бұлар кімдер дейді? Құдалар ғой, көрші үйге келіп еді. Ертең қызды алады да кетеді. Бізде Ақтөбеде солай келеді да, құдалар қолын ертеңіне қызды үйінен шығарып салады. Сол көршім айтқан ғой, бір екі құданы жатқызшы үйіңе дегесін, кім болса да енді ойбай келсе де иә кел дейсің ғой, да шайын беріп шығарып саласың. Бұларға қатысы жоқ, көршінің құдасы. Сол залға екі құдаға төсек салып қойған, құдалар шамалы 100 грамм ішкені бар шығар, ұйықтап жатқан ғой. Мынаған келіп құданың екі құда жатыр, шетінде бұған төсек салып қойған. Бұл келеді де жатады, ұйықтайды. Бұл ай кезбе кімде кезетіні бар. Түсімде балалармен төбелестім дейді. Түсімде балалармен төбелессе, соны тұрып кетіп істейді денесі. Содан не керек? Талба дейді, жабылып жатыр дейді жаңа. Бұл атып тұрады да жазы деп балалармен төбелеседі ғой. Кәдімгідей қолым. Сөйтіп жатқан кезде бұл тұрған екі құда ұйықтап жатқан. Келгенде құданы тепкен ғой. Ұйқылай-ау. Құданы тепкен. Құда ойлашы, біреудің төрінде ұйықтап жатыр. Біреу келіп патырлап тепкілеп жатыр. Құда атып тұрады, екінші құданы тепеді, ол тұрады. Әйелі кіріп қалған, кіріп қалған свет жағып қалған кезде көзім ашылып дейді, қарасам дамбал мен майкымен екі құда стойк ұстап тұрды. Мен бүйтіп тұрмын дейді. Ұялып қалдым дейді ана жерден, ұялып қалғанмын, шашқанмын, саламатсыздар ма дедім дейді. Әйелім келіп, аға, ренжімеңіздер, бұл кішкене сөйтіп ұйқысы сондай бар деп. Екі құда киімдерін жинап алды. Үйіне келген құдаларды ай кезбе түнде сабағын кезіп жүр. Әдейі істеді деп те ойлап қалды ғой бір жаңағы. Ай кезбе адамдар айтады ғой, қоятын жүрсең жүрегі жарылып кетеді, тоқтап қалады дейді ғой. Андай тряпкамен, орамалмен, су орамалға аяқпен басқанда солай оянады екен негізі өздері. Түрі бар ғой енді, бірақ енді ана мен өзі айтқан кезде өлдім ғой дейді. Екі құда дейді, майкамен дейді, стойк ұстап тұр дейді. Мен тұрдым дейді, әйелім свет жағып қалды дейді. Ұялғаным ай дейді жасқанымнан, саламатсыздар ма дедім дейді. Маған айтқан ғой дейді құдалар деп. Білмеймін дейді, ұйықтап жатқан кезде сондай болды. Ай кезбе. Даже ол түннің ішінде тұрып, көзі жұмық болса да, бүйтіп телефоннан теріп, адамға звондап сөйлеседі дейді. Әлі сондай ма ол кісі? Иә, әлі. Қалайсың? Жұмысқа бармаймыз ба? Есімді ұстап тұрсаң сағат 3-қа қаяқтың жұмысы жат деңіз. Давай. Деп бүйтіп, шпа не деп. Білмейді, соны таңертең білмейді дейді, қалай звондаған. Кім телефонда? Сіздерде осындай оқиғалар болды ма? Түс көресіздер мысалға. Түсте бір нәрсені жоғалтып жүресіздер де, өңдеріңізді жоғалтып жүресіздер де. Таба алмай Бай түстен тауып, сол жерге барсаңыздар, сол жерде тауып жаттарыңыз. Ондай болған жоқ. Ол сенің айтып тұрған тауып па бір нәрсе ол? Көріп келдіңіз. Көріп келме ше. Сондай жағдайлар болады. Сенің айтып тұрған. Біздер көріп келдірмеспіз ғой. Бір-екі рет болған. Түс дегеннен не істеп жатқанымыз ғой. Былай, сенде болмады, бірдеңені көресің де, мынау түсім екен ғой, мүмкін емес сондай болуы деп түсінде түс көріп жатып, түсім екенін біліп жатасың, ше? Түсімде. Иә, мен кеше ғана түс көрдім ғой, түсімде. Бұл түсім екенін білемін де, бірақ ай, түсім ба, түсім емес па деп өзіме. Бірақ түсім екенін білемін. Таңертең бір нәрсені бүлдіршік болсаң, түсім болса дұрыс болады деп, оянсам түсім екенін қамып кетемін. Баяғыда мыңнан бір мезет деген бір осындай газет болды, естеріңде ма, естеріңізде жоқ па? Жоқ шығар енді. Тылсымды дүние, мыңнан бір мезет. Сол бір газетте бір жерде оқып қалғаным бар еді. Кейде үйде бірдеңені істеп жатасың, бағана машинаның артын пылесос ұстап жаттым да, тура осындай бұрын болған сияқты жаздың шыққаны биыл бірінші рет нетіп жатырмын, күннің жылығаны қазір ғой, бірақ осындай оқиға болған сияқты болып кетеді кейде бір. Тура осы отырсын, мағына келіп мына жерде осыны отырған кезде бүйтіп мынаны жейіндеп жатқан кезде де мына стол бәрі көз алдымда бұрын қай жерде болып еді деп ойлап қалдым. Ол менде болған жоқ ол. Дежавю деп. Әруақ қонайын деп отыр, әруақ қонайын деп отыр. Түсімде болғанда, сол оказывается ол неге олай болады дейді ғой. Адам ұйықтаған кезде, адамның денесі 99%-ға өледі.
1% ғана жүрек ми Жасап істеп тұрады. жатады да. Сол кезде адамның жаны ұшып болашақты барып көріп келеді. Енді оны түс деп те түсіндіруге болады да. Түсімде көрдім деген. Болашақты көріп келеді да, қайтадан ішіне кіріп жатады. 2 күннен кейін, 1 күннен кейін соны істеп жатырсың да, тура мынаны осы түсімде көріп едім дейсің да. Сөйтсе адамның жаны болашаққа ұшып барып келеді. Не ғой? Сендер бұл түсіріп жатқандарың 3-ші передача ма? Иә, 3-ші шығарылым. Білесіңдер ма, сендерге жын туралы көп айтылатын болса, жындар келеді. Байқадың ба? Бағана түтін жоқ еді. Түтін пайда болды. Айтқан сайын түтін кетіп барады. Сөндірше, ана перде ше? Перде. Былай жабылып тұрған тұғын. Былай ашылды ғой. Деп бірақ. Ва десең ба? Отыр. Қой мүмкін. Ал бізде дейтін оқырмандар жазып жатады ютубтың астына комментария. Телевизордан бірдеңе көрдім де осы Жалпы осындай бірінші шығарылымда, екінші шығарылымда болған сондай случай. комментария оқиды. Мен саған серьезно айтып тұрмын. Ана перде ше, балдарым көп жүрмін, не істеп жатқандар. Ана перде бітеп жылжыды. Мен өз көзіммен көрдім. Мен өтірік айтпайын. Так что Бока, бүгін дәретіңді алда. Калимаңды аузыңа келді де соны ұқта сен. Бөлек жатпа, келін қасына жат. Бөлек жатсам буындыру мүмкін. Бәрібір келініңіз де буындырып өлтірейін деп жүр. Какая разница? Олары буындырған. Иә. Келініңіздің буындырған. Какая разница? Бауыржан аға, Мәлік аға, сіздерге көп рахмет. Осылай подкастқа келіп, қолдап, әңгімелеріңізбен бөліскендеріңізге. Аман жүріңіздер. Шығармашылық табыс тілеймін сіздерге, отбасыларыңызбен бақытты болыңыздар. Рахмет. Ал, істерің оң болсын. Мынау молодец тірлік жасап жатсыңдар ғой. Дұрыс қой енді адамдарға, қазір адамдар анау тиктоктан болмайтын нәрселерді көріп жатыр ғой. Мынандай адамның әр басынан өткен оқиғаларды сіздер жиіге салып жатсыздар ғой. Әртүрлі өнерпаздармен де, бизнесменде де кездесіп жасап жатсыздар ғой. Тіліктерің оң болсын. Рахмет. Халыққа жақсы информациядан, болған оқиғадан жеткізіп отырыңдар. Аллам тіл көзін сақтасын. Жын жыбыр деген сіздерден аулақ болсын. Нерге әр передачадан кейін барып, нерге бір Құран оқып жібересіңдер ғой деймін. Сондай бір нәрсе болу керек. Тазартып отыруларың керек деп ойлаймын. Тазартып отыруларыңыз керек деп ойлаймын өз басым. Енді талаптарыңа нұр жаусын. Қазір кім қолынан не келеді, соны жасап жатыр ғой. Бұл жерде бағдарлама қорықпа деген әңгіме, кілең жаңағыдай елес, жын шайтан, періште туралы нәрселер айтылғанменен қазақтың тәрбиесі ырымнан, ырым жырым дейді қазақ, ырым мен тыюлардан тұрады. Босағаға отырма, үйге жүгіріп кірме, ымыртта ұйықтама, күнмен таласып ұйықтама деген сияқты осындай нәрселер, далада тұрған салқын суды ішпе, жаңағы Су бетін жап. Иә, судың бетін жауып жүр, өліктен шыққан жерге, басқа жерге соқпа, көріс жылағаннан кейін көзіңді жу, аяғыңды жуып жап. Оның бәрі үлкен тәрбие, үлкен мән беретін қазақтың әжелеріміздің ырымы, тиюі. Қазір ырымды айтып отыратын, тиюді айтып отыратын кемпір жоқ мысалы. Тіпті оның бер жағында біздің әжелеріміз солай істеме, болмайды. Неге болмайды десең, сол болмайды дейді да. Жаман болады, ырымға жаман дейді. Болмысы жағында айтады, далада тұрған суды алып келіп бірден ыдыс салып ішпе, шайтан салқын салып кетеді, адам сонан ауырады деген сияқты. Сүттің бетін жабу көп осындай пайдасы бар дүниелер ғой. Сондықтан осындай дүние жасап жатқандарыңызға сіздерге де рахмет. Сәттілік, ақ жол. Рахмет. Ал енді біздің бүгінгі қорықпаның кезекті шығарылымы өз мәресіне жетті. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз оқиғаларыңызды комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Рахмет. Біз міндетті түрде оқимыз. Қатты қорқыттыңыздар аға. Қатты қорқыттыңыздар сіздер. Әңгіме күшті болды.